Айтасыз, сайлау комиссиясы төрағасын сұрайсыз, қанша қарсы түсті? 20 кісі қарсы түсті дейді. Манағы барып келеді. Кешке санаған кезде сол 20 кісінің бюллетенін түсіргенде кішкентай жәшік төгеді ғой. 20 бюллетен шығу керек. Артық болып кетіп жатса, 21 болып кетсе, ол уже жарамсыз. Сол манағы кішкентай жәшікте бүкіл бюллетен жарамсыз деп танисыз да 43-ші бап бойынша акт толтырасыз. 20 кісі болды ма? 20 кісіге толтыру керек. Асып кетпеу керек. Комиссия мүшесі қол қоймаған, бірнеше кандидат белгіленген, қарындашпен белгіленген, түзетілген бюллетендер жарамсыз деп шешілу керек. Олай деп шешпесе 43-ші бап. Манағы әрбір бюллетенге комиссия мүшесі қол қойып отыр, білесіздер ғой. Сіз келдіңіз, жеке куәлігіңізбен сізге бюллетен береді, бюллетен астына қолын қояды. Сіз манағы өздерінің журналына бюллетен алдында қол қоясыз. Қол болу керек міндетті түрде. Сосын манағы бірнеше кандидат дейді ғой, мына жерде бірнеше партия белгіленген болса жарамдас, қарындашпен белгіленбеу керек, түзетілмеу керек. Бюллетендегі белгілер бақылаушыларға анық көрінетіндей жасамаса, әр бюллетенді көрсетіп, нәтижесін дауыстап айтпаса. Мынау енді нағыз бізге керек 43-ші бап. Былтырғы сайлауда болды манағы. Бақылаушыларға анық көрсетпейді, былай қоршап алып, өздері санап деген сияқты. Бюллетендер санауға жақындатпай, нәтижесін дауыстап айтпай. Заң бойынша әрбір бюллетенді көрсетіп тұру керек міне. Бір бюллетен. Сіз айтасыз, міне 43-ші бап бұзып тұрсыз. Мен сізге қазір бәріңізге акт толтырамын. Сізге міне көрінбей тұр ма, мысалы, көзіңіз шамалы көре ма, 2 метр. Иә, сізге көрініп тұру керек бәрі. Иә, сосын манағы санағанда айту керек міне. Мына бюллетен Нұр Отанға. Иә, бір кісі көрсетіп айтып тұрады. Мына бюллетен Адалға, айқайлап айту керек. Сосын манағы галочка сізге көрінетін жағдай болу керек. Заң бойынша санақтан кейін бүлінген жарамсыз бюллетендерді жоймаса. Мана санақтан кейін бүлінген бюллетендер бар ғой, мысалы. Екі кісіге, екі партияға белгіленіп тастаған, қарындашпен белгіленген сияқты, сондарды да жою керек. Комиссия мүшелері, төрағасы немесе хатшысы қол қойған, мөр қойылған қорытынды хаттамашы көшірмесін бақылаушыға бермесе. Манағы сайлау біткеннен кейін, санап болғаннан кейін сізге мана хаттаманың көшірмесін міндетті түрде беру керек. Оны бермесе, сіз мана 43-ші баппен акт толтырасыз. Түсіндіңіз ғой? Сұрақтарыңыз бар ма? Келесі. Заң бұзушылық кезінде бақылаушы әрекеттерінің алгоритмі. Манағы сіз заң бұзушылықты байқадыңыз, көрдіңіз. Бірінші барып, айғақ ретінде фото, видеоға түсіресіз. Сізге айғақ керек себебі. Сіз дәлелдеу үшін манағы сізге фото, видео керек. Заң бұзушылық түзету үшін сайлау комиссиясы төрағасына барып ескертесіз манағыдай. Төраға, мынандай заң бұзушылық болып жатыр. Жойыңыз шеш болды. Енді манағы заң бұзушылық түзетілмесе, қайталанып жатса, онда акт жазасыз. Актке манағы куәгер екінші сізге қол қою керек. Келесі. Мынау акттың үлгісі. Көріп отырсыздар, мынау енді Астана қаласының байланысын еткен. Учаскенің нөмірі, аудан. Учаскесінде бақылаушы болып, осы учаскеде болған құқық бұзушылықтарды куәландыратын жағдайлар туралы актыны жасадым. Дауыс беру кезінде сайлау комиссиясының мүшелері дауыс берушіге бірнеше бюллетен бланкісін беріп, Қазақстан Республикасында сайлау туралы конституциялық заңның 41-ші бабын бұзды. Болған жай туралы сайлау комиссиясының төрағасына ескертілді, алайда құқық бұзушылық жойылған жоқ деп жазасыз. Сосын актының жасалған күні және уақыты. 10 қаңтар 2021 жыл, сол манағы уақыт мысалы. Нешеде бұзылды? 2-де ме, 4-де ме, 5-де ме, соны жазасыз. Сосын сіздің акт толтырған кісі, сіздің аты жөніңіз, фамилияңыз түгел. Манағы қол қоюшылар, манағы қасыңызда бақылаушылар отыр ғой. Соның бір-екеуі мана сізге куәгер болу үшін қол қою керек. Содан кейін мына сайлау учаскесінің төрағасына барасыз. Оған айтасыз енді. Міне заң бұзушылық болды, қол қоясыз ба деп. Ол енді 100% қол қоймайды. Айтады, қоймайын дейді. Онда қоймасаңыз айтасыз. Бас тартып тұрса, бас тартып тұрсын. Мана бас тарттым деп қол қою керек. Онда одан да отказ береді. Онда мана бақылаушыларға қолыңызды қойдырып аласыз. Бас тартты. Иә, сіз, иә. Сол манағы қолған бақылаушылардың сізге нөмірлері қалу керек қой, келесі күн соттасқанда, мысалы хабарласып деген сияқты. Сұрақтарыңыз бар ма? Иә, бәрін бейне жазбада, мана дәлел болу керек сізге. Аслан дұрыс айтасың. Дауысты санау.
Дауыс санау, хаттама толтыру. Мана дауыс берудің аяқталуы. Мана айтқанымыздай сайлау учаскесі 20:00-де, енді кешкі 8-де жабылады. Сайлау учаскесінде сайлау комиссия мүшелері, бақылаушылар мен үміткерлердің сенімді тұлғаларынан басқа ешбір бөгде адам болмауы тиіс. Міне, ең маңызды. Сайлау учаскесі жабылғаннан кейін манағы тек қана манағы мүшелер сайлау комиссиясын, сіздер бақылаушылар, манағы партиялардың сенімді тұлғалары. Басқа манағы ауылдың әкімі деген сияқты. Мен осы ауылда әкім едім, мен жүремін, участковыймын, немесе мен осы мектептің директорымын деп адам жүрмеу керек. Бәрін шығыңыз. Тек осылар қалады, болды. Сайлау учаскесінде дауыс берген сайлаушылардың санын комиссия төрағасынан нақтылап сұраңыз. Манағы келген қанша кісі келді, соның санын нақтылап сұрап алыңыз төрағадан. Дауыс беру аяқталған бетте еш үзіліссіз бірден дауыстап санау басталу керек. Манағы айтқандай. Шаршадық қой, кішкене шай ішіп, нетіп алайық, елитсіз қашып, темекі тартып алайық деген сияқты демалып. Олай болмау керек. Бірден санап бастау керек. Дауыс санаудың шарттары. Санақ процесі және бюллетенде қойылған белгі бақылаушыларға анық көріну керек. Көріп тұрсыздар ғой. Манағы белгі сіздерге анық көрініп тұру керек. Санаққа міне комиссияның қатысысы қатыспайды. Санауға қатыспайды ол. Ол тек манағы өзінің манағы жазып отырады. Комиссия мүшелері әр бюллетенде белгіні бақылаушыға анық көрсетуі нәтижесін дауыстап айтуы керек. Манағы айтқандай. Міне, мына дауыс Нұр Отанға, мынау ауылға деп айқайлап сіз еститіндей жағдайда сосын сізге анық көрсету керек. Бір адам айтып тұрады. Манағы жалпы тұрмай анау жерден, мынау жерден айту керек емес. Бір адам айтып тұрады. Бақылаушы санақ процесін фотоға, видеоға түсіре алады, аудио жаза алады. Санақ жүргізетін үстел учаскедегі барлық адамға көрінетіндей орналасады. Манағы үстел көрініп тұру керек сізге. Дауыс санау учаске жабылған соң сағат 12 сағаттың ішінде аяқталуы тиіс. Енді аяқталады деп ойламыз енді. Арғашы ұзақ болуы мүмкін енді биыл. Президент сайлауы емес қой. Мәжіліс сайлауы бөлек, мана мәжіліске бөлек санайды, аудандық бюллетенде бөлек санайды, облыстықты бөлек санайды. Сондықтан ұзақ өтуі мүмкін. Ұзағанның өзінде де 12 сағаттан аспау керек. Манағы санап атқан кезде. Бұлар мен 4-5 сағат. Аслан айта ғой. Жаңа ғана видео, аудио жазу деген заң туралы, конституциялық заң бар, сайлау туралы. Соның 20-ші бабында ма? 20-да 1. Я бірінші тармағында анық жазылып тұрған видео, аудио жазуға болады. Туда ближе к этим выборам, я думаю, все эти... Сізге бақылаушының нұсқаулығын береміз қолыңызға, шығарып береміз. Бүкіл мана баптар жазылған, қалай жағдай бәрі, заңның бүкіл бабын қолыңызға береді. Бар, нұсқаулар бар. Келесі. Аштың ғой, бірінші қадам. Әнжеде жаңа жазған ғой, соны уточнить еткен, потому что заңда деген не жазылмаған. Мысалы, ана столдан қанша метр тұратынын, сол жайында масштабы жазылмаған. Иә, масштабы жазылмайды. Сондықтан ол обычный комиссия төрағалары бақылаушыларды арқаға итеріп тастайды 5-6 метр жерге. Сіздер бұл жерде заңға сәйкес мына нені көруге, мына галочканы көретін расстояние отыруыңыз керек. Ол неше болуы мүмкін? Ол 2,5 метр болуы мүмкін, ол 2 метр болуы мүмкін. Одан көп емес. Обычно комиссия төрағалары бақылаушыларды алысқа қойды. Көрмесін дейді ғой енді. Сондықтан соны ескеру керек. Ол заң жүзінде метрлеп жазылмаған. Сондықтан оны әнші көтеріңдер деген олардың сөзі заңсыз, алысқа. Адамға анық көрінетіндей жағдайда болу керек қой. Жақсы. Келесі. Бірінші қадам, қолданылмаған бюллетендерді санау. Олардың шетін кесу, санын хаттамаға енгізу. Манағы сайлау комиссиясында сайлаушылардың саны 2,5 болып атса, сіздердің сайлауында 1,5 кісі келдірейік. Манағы 1000 кісінің қалған бюллетендер санайды, қалған бірінші. Сосын олардың шетін кеседі, санын хаттамаға енгізеді. Көрдіңіздер ғой. Бірінші қолданылмаған бюллетенді санайды. Содан кейін екінші тасымалданатын жәшікті ашу. Кішкентай жәшік үйге барған. Соны ашады.
бюллетень саны учаскеден тыс дауыс беру өтінішіне сай болу керек. Мысалы 20 кісі ма 20 бюллетень, 30 кісі ма 30 бюллетень. Олай болмаған жағдайда ол жәшіктегі барлық бюллетенді жарамсыз деп танисыз да акт толтырасыз. Учаскеде тұрған негізгі бюллетень үшінші ашылады. Мана үлкен бюллетень яшігі. Ішіндегі барлық бюллетень ортадағы үстелге келіп төгіледі. Әр кандидатты қолда бюллетень жеке-жеке қатталып жиналады. Жарамсыз бюллетендер бір жерге жиналып, шеті кесіледі манағы, жарамсыздар. Содан соң барып санау басталады. Жәшіктегі бюллетендер берілген бюллетендер санына сай келмесе, заңның бұзылғаны. Мұндай жағдайда акт толтырыңыз. Түсінікті ме? Жарамсыз бюллетендерде. Жарамсыз бюллетендерге бірінші карандашпен толтырылған бюллетень жарамсыз деп саналады. Шимайланған немесе түзету енгізілген. Бірнеше үміткер немесе партия қатар белгіленген манағы. Ауыл, ақ жол бәрін белгілесе ол жарамсыз. Тек қана бір партияны белгілеу керек. Комиссия мүшесінің қолы қойылмаған бюллетендер, кейде қолын қоюға ұмытып кететін болатын ба, сонда олар да жарамсыз деп саналады. Бюллетень жарамсызды анық болмаған кезде комиссия мүшелері дауыс беру арқылы есептеу керек екенін өздері шешеді. Сіздер қатысу құқығыңыз жоқ болған. Мана айтқандай сізден әдейі сұрауы мүмкін мына. Құрметті бақылаушы, мынаны қалай санаймыз ба, санамаймыз ба? Не айтасыз деп. Сіз айтасыз, мен қатыспаймын. Өздері дауысқа салады, мысалы. Дауысқа салу сондықтан мана комиссия мүшелері 5, 9, 7, 11 болды сондықтан. Мана бір кісі дауысқа салып жатса, бір кісі артық болады ғой. 5 кісі болса 3-еу былай, 2-еу былай деген сияқты. 7-еу болса 3-еу былай, 4-еу былай деген сияқты. Сондықтан тақ болып дауыс комиссия мүшелері тақ болып саналады. Ну, анықталады мана 5 кісі, 7 кісі, 9, 11. Бұлар мана өздері шешеді. Келесі. Екінші қадам. Әр кандидатты, мысалы бізде қазір енді әр партияға қолдап дауыс берген бюллетендер жеке-жеке саналып, нәтижесі хаттамаға енгізіледі. Манағы әр партияның дауыстары бюллетендер бөлек-бөлек саналады да, нәтижесін хаттамаға енгізіледі. Бюллетендердің есебін түгендеп алыңыз. Жарамсыз, қолданылған бюллетендер саны сіздің сайлау парағыңызда жүргізген есебіңізбен сәйкес келуі керек. Бұл дауыс санау кезінде фальсификациялардың алдын алуға мүмкіндік береді. Мана сізде санап отырсыз ғой, қанша кісі келген. Сондықтан да мана сіздің парағыңызбен манағы есеп сәйкес келуі қажет. Енді болуы мүмкін ғой, енді кісі санамай қалдыңыз, енді плюс минус 10, 20 деген сияқты. Енді бәрін бірге бақылап мүмкін емес қой енді. Хаттама. Учаскелік сайлау комиссиясы дауыстарды санап, нәтижесін хаттамаға түсіреді. Оған сайлау комиссиясының төрағасы мен мүшелері қолдарын қояды. Әрбір мүше өздерінің қолдарын қояды. Төраға бәрі. Хаттаманы карандашпен, әр түсті сиялармен толтыруға, оларға түзетулер енгізуге болмайды. Дауыс беру нәтижелері санмен және сөзбен жазылу қажет. Манағы. Бірінші санмен жазылады, мысалы. Нұр Отан 500 дауыс. Сосын арқасында 500 деп сөзбен жазады. Сайлау комиссиясының төрағасы бақылаушыға дауыс беру нәтижесі туралы хаттаманың көшірмесін беруге міндетті. Бұл көшірмеге сайлау комиссиясы мөрінің мана түпнұсқасы дейді ғой. Живой печать басылу қажет. Сізге көшірмені береді. Оригинал емес. Көшірме. Соған мана живой печать басылу қажет. Міндетті түрде. Сайлау комиссиясы осы хаттаманы өзінен жоғары тұрған сайлау комиссиясына тапсырады. Бақылаушы бұл процеске бақылау жүргізуге толық құқылы. Манағы сайлау біткеннен кейін комиссияның төрағасы мүшелері апарып тапсырады өздерінің орталық сайлау комиссиясына. Сізге бірге баруға болады, қажет деп тапсаңыз. Бармауға да болады. Құқыңыз бар енді, өзіңіз білесіз. Барам десеңіз барасыз. Бармайым десе бармай-ақ қойыңыз. Сайлаудан кейін учаскеде дауыс беру қорытындысы шығарылып, хаттама көшірмесін алған соң, хаттама көшірмесін актілерді бақылаушы күнделігін өз ұйымыңызға тапсырасыз. Сайлау күні бақылау ұйымдарының штабы жұмыс істейді, мана айтқан біздің штаб. Олар барлық бақылаушы жұмысын аяқтамайынша жабылмайды. Жеке басыңыздың қауіпсіздігі үшін сайлау учаскесінен шыққаныңыз, штабқа келе жатқаныңыз туралы манағы үйлестірушіге, координатор дейді ғой, соған хабарлап отырасыз мысалы. Сайлау бітті, мен протоколды алдым, келдім, шығайын деп жатырмын. Қазір 15-20 минутта или мына жерде келе жатырмын деп хабарлап отырыңыз. Сайлау кезінде заң бұзылса, олармен күрес акті толтырумен ғана аяқталмайды. Әділ сайлауға құқығыңызды қорғап, істі сотқа дейін жеткізген жөн.
Сотқа жалғыз өзіңіз бармайсыз, бақылаушы ұйымымыз әрқашан сізбен бірге болады. Манағы сайлаудан кейін де мана актын тапсырамыз, сотқа арыз береміз. Сотқа сізбен бірге манағы бақылаушы ұйымымыз әрқашан сізбен бірге жұмыстанады. Сұрақтарыңыз бар ма? Маңыздысы. Ең маңызды бізге манағы мөрін топ нұсқасы басылған хаттама көшірмесін алу. Манағы 6-тан кешкі 8-ге шейін, одан манағы санаудан отырғаннан кейін. Ең маңызды осы. Еңбегіміздің несі? Жемісі дейміз ғой енді. Мана хаттаманың көшірмесін алу. Хаттама сіздің сайлау күні тапжылмай отырып жасаған қажырлы еңбегіңіздің басты нәтижесі. Өз еңбегіңізді, принциптеріңізді қорғай алмасаңыз, азаматтығыңызға сын дейді. Манағы еңбегіңізді принципшіл болыңыз манағы. Ең маңызды мына хаттаманы алып шығу. Келесі. Болды ма? Сұрақтарыңыз бар ма? Сөйтші. Айта беретер. Я больше скажу. В прошлом году были на выборах. Я перепроверял на следующий участок. участок. Шығарылма деп па? Да, тот же стоит, что тот же протокол или не тот. Ага. Поэтому советую, если есть возможность, на следующий день еще раз прийти посмотреть. Они могут перевесить. Ну, такое возможно. Но у меня такого не было, но я ходил проверял. Жоқ, ол өте дұрыс. Барған жөн. Барған негізі міндет өзіңіз үшін. Мана сізге үйіңізге жақын болса, барып тексерген. Я